Алматы әуежайының іші түн ортасында да өзінің қарбалас, саумал ырғағынан танбай ақырын уілдеп тұрған еді. Қанат ұшу алаңына өтетін ұзын сонар кезекте өз кезегін күтіп шаршаңқы жанарымен айналасына көз тастап тұрды. Оның жасы 30-да, өзі бойдақ, өз күшімен аяқтан тұрып келе жатқан жігіт ағасы еді. Бұл жолы ол оңтүстік Астанаға іскерлік сапармен келіп енді өзінің туған қаласына қайтуға дайындалып тұрған болатын. Дәл осы сәтте кезектің сәл алдыраңғы жағынан шыққан сыңғырлаған майда үн Қанаттың назарын еріксіз өзіне аударды. Ол ақырын бұрылып қарағанда өз бойжеткен қызымен асықпай сөйлесіп тұрған орта жастағы әйелді көзі шалып қалды. Жасы шамамен 45-47-лерге келсе де, оның дене битімі мен мүсіні мүлде өзгеше, сұлу да сымбатты еді. Үстіндегі қымбат, талғаммен киілген киімінен өзін күте білетін, ауқатты да бай отбасының отанасы екені бірден байқалып тұрды. «Анашым, жолың болсын, жеткен соң хабарлас» деп сыбырлады бойжеткен қыз анасын құшақтап. «Жақсы, жаным, өзіңді күт» деген дауысы әзер шықты әйелдің барқыттай жұмсақ, құлаққа жағымды үнімен. Қанат бұрын-соңды өзінен жасы үлкен әйелдерге ешқашан қызығушылық танытып көрмеген еді. Алайда бұл бейтаныс сұлудың сиқырлы келбеті мұқият күтілген балғын терісімен өзіне сенімді сыпайы қалпы жігіттің көңіл түкпірін тербетіп жіберді. Ол әйелдің әрбір әсем қимылына, баяу басып жүрген батыл қадамдарына тамсана да таңырқай қарап тұрып қалды. Оның ойын тек осы бейтаныс сұлудың сымбатты бейнесімен жұмбақ келбеті толықтай жаулап алған еді. Тексеріс нүктесінен ақырын өткен соң, Қанат ол сұлудың да өзімен бірге бір ұшаққа мінейін деп жатқанын аңғарды. Бұл сәйкестік оның жүрегін қайтадан тулатып, бойын белгісіз бір толқыныс билеп алды. Ұшаққа қарай апаратын перрондық автобусқа көтерілгенде, Қанат әдейілеп сол бейтаныс әйелдің тура жанына барып тоқтады. Автобус теңселіп қозғалғанда екі дененің арасы тым жақындап кеткендей еді. Дәл осы сәтте әйелдің бойынан аңқыған қымбат иіс судың хош иісі мен балғын терісінің ыстық табы Қанаттың тынысын тарылтып жіберді. Ол әйелдің әсем мүсініне, мұқият күтілген мойны мен биік көкірегіне жанарымен құныға қарап тұрды. Әрбір ақырын шыққан демі мен нәзік бұрылысы жігіттің бойындағы құштарлық отын ақырын үрлеп жатты. «Бұл не деген сиқырлы әйел» деп сыбырлады Қанат іштей демін ішіне ақырын тарта отырып. Ұшақ салонына көтеріліп өзінің орнын іздеп тапқанда Қанаттың қуанышында шек болмады. Олардың орындары тура қатар түскен екен. Ол орындығына жайғаса беріп жанындағы сұлуға көз қиығымен қайтадан қарады. Екі орындықтың арасы тым тар еді. Оның әрбір қимылы, халат сияқты жұмсақ киімінің сыбдыры мен жанындағы ыстық демі Қанатты ессіз күйге түсіріп, бұл сапардың мүлде өзгеше болатынын сездіргендей болды. Ұшақ биіктікке көтеріліп әуеде қалыпты ырғақпен қалықтай бастады. Қанат қатарда отырған бұл сиқырлы келіншекпен сөз бастауға бата алмай іштей қатты толқып отырды. Алайда оның бойын жаулаған құштарлықпен танысқысы келген аптапты ынтызарлық басылар емес еді. Әйелдің әрбір нәзік тынысы бойынан аңқыған қымбат иіс судың табы жігіттің ақыл ойын толықтай билеп алған болатын. Ол тамағы құрғап шөлін басу үшін әрі осы бір ауыр тыныштықты бұзғысы келіп жанынан өтіп бара жатқан стюардессаны ақырын шақырды. «Маған салқын кола беріңізші» деді Қанат. Даусы сәл дірілдеп шығып, «Төлемді тек банк картасымен қабылдаймыз» деді стюардесса қыз кішкентай төлем терминалын ұсына беріп. Қанат қалталарын асығыс сипалап еді, жанында тек қолма-қол ақша мен мобильді аударарым мүмкіндігі ғана бар екенін, ал пластик картасын ұмыт қалдырғанын түсінді. Жігіт қатты ыңғайсызданып, жүзі дуылдап өртеніп кетті. Дәл осы сәтте жанында отырған сымбатты келіншек ақырын бұрылып, оған жылы жымиыспен қарады. «Мен төлей салайын» деп сыбырлады ол барқыттай жұмсақ, құлаққа жағымды майда үнімен стюардессаға өзінің картасын соза беріп. Қанаттың жүрегі тулап іштей ерекше қуанып кетті. Бұл кездейсоқ жағдай сұлу келіншекпен тіл табысуға берілген керемет сылтау еді. «Соншалықты жақсылық жасағаныңызға көп рахмет. Есіміңіз кім болады?» деген даусы әзер шықты Қанаттың. Оның оттай жанған жанарына құныға тесіле қарап.
Есімім Салтанат, деп сыбырлады келіншек жүзіне нәзік жымиысы үйіріліп. Танысқаныма өте қуаныштымын, Салтанат. Түскен бойда ақшаңызды бірден аударып жіберемін, деді Қанат. Қуанышын жасыра алмай демін ішіне ақырын тарта отырып. Алайда, осы бір қысқа диалогтан кейін әңгіме қайтадан сап тыйылды. Қанат қанша тырысса да, әрі қарай не айтарын білмей, сөздің ретін таба алмай мүдіріп қалды. Ол тек жанында отырған Салтанаттың әсем мүсініне көз қиығымен ұрлана қарап, аспан төсіндегі осы бір сиқырлы сапардың тылсым кернеуін іштей сезініп отыра берді. Әңгіме ең қызық жерінде тоқтады ма? Осы хикаяның жалғасын және басқа да қазақша 18+ аудио хикаяларды толық тыңдағыңыз келсе, бізге жазыңыз. Әңгімелер ашық айтылады. Өзіңізге ыңғайлы жолды таңдаңыз. Телеграмдағы жабық аудио арнамызға қосыла аласыз. Немесе барлық аудиоларды тікелей WhatsApp арқылы жеке жібереміз. Жаңа аудио хикаялар үнемі қосылып, жинақ толықтырылып отырады. Қолжетімді алу үшін WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. 8 702 371 52 76. Тыңдаңыз, жаңа хикаяларды жіберіп алмаңыз.